Сәлеметсіздер ме балалар? Өткен сабақта біз 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы деген тақырыппен танысқан болатынбызды. Сол кездегі зар заман өкілдерінің негізгі айтылатын еңбектеріндегі мақсаттары не туралы айтылған болатынды. Енді бүгінгі күні біз сендермен жаңа сабақпен танысамыз. Ал енді балалар, мына жердегі суретке көңіл бөлейік. Бұл жерде бізде музыкалық аспаптар берілген. Бұл музыкалық аспаптардың ерекшелігі қандай? Яғни бүгінгі сабағымыз қалай аталуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану ерекшеліктерін сипаттау, бағалау критерийлері ұлттық музыка аспаптарының түріне қарай ажыратады, сипаттайды. Сыни ойлау мен талдау ұлттық музыка аспаптарының пайда болу тарихын талдайды, синтез ұлттық музыка аспаптарының түр сипаты мен қолдану ерекшеліктерін нақтылайды. Зерттеу сұрағы неге 19 ғасыр қазақ халқының музыка өнерінің гүлденген дәуірі деп саналады? Келесі балалар, Білімленд платформасынан видео тамашалайық. 19 ғасырдағы музыка өнері жайлы не білесің? Қандай музыкалық аспаптар болды? 19 музыкалық аспаптар болды. 19 ғасырда өмір сүрген ақындар туралы не білесің? Сұрақтарға жауап берейік. 19 ғасырдағы музыка өнері жайлы не білесің? Музыка өнері қазақ халқында ертеден бар. Қазақ өнерпаздары сан алуан музыкалық аспаптарды игеріп, тамаша ән шығарған, күй тартып, жыр толғаған. Қандай музыкалық аспаптар бар? Халық тұрмысында 50-ге жуық музыкалық аспап бар. Атап айтсақ, домбыра, сыбызғы, дауылпаз, аса таяқ, қобыз, жетіген, шаңқобыз, даңғыра, тағы басқалар. 19 ғасырда өмір сүрген ақындар туралы не білесің? Қазақ даласынан шыққан әншілер мен күйшілер халық арасында көп жүріп, елдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған. Қарапайым халықтың арман тілектері мен мақсат мүдделерін тереңірек түсініп, оларды әндер мен күйлеріне қосу арқылы халыққа жеткізген. Олар қарапайым халық пен хан сұлтандардың арасында дәнекер болған. Қазақтар ел аралаған әншілерден әр елде болып жатқан жаңалықтан хабардар болып отырған. 19 ғасырда өмір сүріп, қазақ даласын сазына бөлеген Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Біржан Сал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Ықылас сияқты ұлы өнерпаздардың шығармашылығынан сол кезеңнің ән күй өнері туралы білеміз. 19 ғасыр қазақ ән өнерінің алтын ғасыры болды. Қазақтың ән өнерінің ерекше дамыған мекені Көкшетау, Баянауыл, Қарқаралы сияқты табиғаты көркем, қасиетті жерлер. Күй өнері орындау мәнері мен орындаушылық дәстүрінің сан алуандығымен ерекшеленеді. Күйлер төкпе және шертпе болып екіге бөлінеді. Қазақта Боғда Қараұлы, Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Қазанғап, Ықылас сынды атақты күйшілер болған. Мысалы, төкпе күйдің шебері Құрманғазы Сағырбайұлын күй атасы деп те атаған. Оның Ақбай, Ақсақ киік, Түрмеден қашқан, Сарыарқа, Кішкентай, тағы басқа күйлері мұра ретінде бізге жеткен. Құрманғазының Сарыарқа күйі тыңдаушының қиялын ұлан байтақ далаға жетелейді. Дина, Сүгірәлі, Шора сынды атақты күйшілер Құрманғазыны ұстаз санап, дарынына бас иген. Тәттімбет Сарыарқа жеріне шертпе күйдің тамаша үлгісін таратқан күйші. Оның күйлері жұмсақ, ерке, назды, көңілді келеді. Солардың ішінде былқылдақ, сылқылдақ, қосалқа күйлері ерекше сазды. Тәттімбет 40-тан астам күй шығарған сазгер. Дәулеткерейдің жігер, бұлбұл, керілме күйлері лирикалық, нәзік, сырлы, әсемде ырғақты туындылар. Желдірме күйі халықтың дәстүрлі ат жарысын бейнелейтін екпінді де әсем шығарма. Бұл күйден ұлттық рух айқын көрінеді. Қазақта қобызбен орындалатын күйлер өзінше бір төбе. Қобызды қасиетті музыка аспабы санап, ерекше қадір тұтады.
ерте дәуірде өмір сүрген Қорқыт бабамыздан бастап 19 ғасырдағы Ықылас Дүкенұлына дейінгі қобызшылардың есімдері ел есінде. Ықылас Дүкенұлының Қорқыт күйі, Қамбар күйі, Бес төре, Жезкиік, тағы басқа қобызға арналған күйлері танымал шығармалар. 19 ғасырдың екінші жартысы қазақ музыка өнерінің гүлденген дәуірі болды. Қазақтың әні мен күйін зерттеген орыс ғалымы Потанин бұл кезең туралы «Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай болып көрінеді» деп, қазақ музыкасына деген сүйіспеншілігін жасырмаған. Балалар, жаңа Білімленд платформасынан видео тыңдадыңдар. Енді қандай күйшілерді есте сақтап қалдыңдар, сал-серілермен таныстыңдар, соны дәптерлеріңе жазып алыңдар. Сонымен қатар музыкалық аспаптың түрлерімен таныстыңдар, балалар. Балалар, мына жерде шертпелі ұлттық музыка аспаптары нелер жататыны жазасыңдар, қандай музыкалық аспаптар бар? Шертпелі ұрмалы ұлттық музыка аспаптарын және үрмелі ұлттық музыка аспаптарын жазу керек. Мына жерде дескриптор берілген. Әр бала дейді, ұлттық музыка аспаптарының кемінде үшеуінің атауларын атап, оларды дыбыс бояуына қарай ажыратады және түр тұрпатына қарай сипаттайды. Осы келесі тапсырма, балалар, шығу тарихын зерттеу деп аталады. Әр оқушы өздеріне қатысты музыка аспаптарының кемінде үшеуінің шығу тарихын талдайды. Неге 19 ғасыр қазақ халқының музыка өнерінің гүлденген дәуірі деп саналады? Мәселен, 7 шектен 7 түрлі үн шығар, әуезінен 7 тарау мұң шығар, ойнап кетсең түрлі жыр шығар. Бұл аспап қай аспап? Ұлттық музыка аспаптарының кемінде үшеуінің түр сипатын, болмысын, қолдану ерекшеліктерін нақтылау керек. Балалар, келесі үй тапсырмасын алайық. Үйге берілетін тапсырма: күйшілерге 5 тест құрасыңдар және сал-серілерге 5 тест құрап келесіңдер. Енді балалар, рефлексия: өзіңнің жетістігіңді қалай бағалайсың? Мына стикерлердің біреуін таңдайсыңдар өздерің. Назарларыңа рахмет.